Кеш жарық достар, кеш жарық жайдарман сүйер қауым. Жоғары лига топтарын дайындайтын премьер-лига үлкен мектеп сынды. Мерекемен сәйкес келген бүгінгі осы ойында үздіктер келесі сайысқа жолдама алса, кейбіреулер үшін өкінішке орай соңғы қоңырау бүгін соғылмақ. Дегенмен ғажайыптар маусымында сенімнің болғаны дұрыс. Себебі бүгін ғажайып сәт. Дәл осындай тақырыпта республикалық премьер-лига екінші топ, ширек финал, бар жандарды жаулаған жайдарман ашық. Қымбат достар, әдеттегідей бірден қазылар алқасын таныстырып өтемін. Алдымен бүгінгі сайыстың тақырыбын айтып өтейін. Ғажайып сәт деп аталады. Мүмкін осы қазылар алқасын таныстырудың өзі бір ғажайып сәт шығар. Кім білет? Жалпы ғажайып сәтті әр сәттен іздеп отырған дұрыс. Сонымен қазылар алқасының құрамында 2012 жылғы Қазақстан КВН одағының ең үздік ойыншысы, Қорқыт құрамасы Асылхан Дүкенбаев. Бұлжан жайдарман үшін ең бір танымал жандардың бірі, екі дүркін республикалық премьер-лига сайыстарының чемпионы. Сөз тимесі Нұрмахан Мұханұлы. Әлемді келесі жанда өте танымал жан, жалпы жайдарманның барлық ауыртпашылығын көтерген десе болады. Альянс командасы Дархан Оспанов. Әлемді кішігірім ақсақалдарға кезек берейік. Талай жайдарманшыларды тәрбиелеген, талай осы кісінің сөзінің арқасында көптеген жайдарманшылар жұлдыз болған. Бұл кісі ол атаққа әлде болса үміткер. Өзіміздің жігіттер көз тимесін, Жәнібек Жанқараев. Және қазылар алқасының төрағасы Қазақстан КВН одағының бас редакторы Елжанов Рүстем. Қымбат достар, командалар дайын. Олай болса бірден кезек берейік. Мұхамеджан Тынышбаев атындағы Қазақ көлік коммуникациялар академиясы, Ақмола колледжі, теміржол тарландары, Астана. Мақал, отырған артқа жағар, артты құмырсқа шағар дегенде өткен ойында біз отырып ойнап көргенбіз. Шағып аған секілді. Қанша жерден жергілікті команда болсақ та бүгінгі ойында тұрып ойнатуды шештік. Кеш жарық достар. Ғажайып сәт. Ширек финалдық сайыс. Теміржолшылардың тілімен айтқанда бүгінгі ойында біз соңғы сәтте жалғанған вагон секілдіміз. Бригадирдің шешіммен қосылдық. Не де болса өткендегі қатені жасамай, бүгінгі ойында алдағы вагондармен ілесіп жүруіміз қажет. Түсініп отырғандарыңыздай біз болашақ теміржолшыларымыз. Сондықтан да теміржол жайлы айтатын болсақ. Теміржол дегенде ең алдымен көзімізге рельс елестейді. Рельс демекші, рельске 5 теңге қойып, 50 теңге жаса болады. Ал 5 мың теңге қойсашы? 5 мың теңге қойып, тымсыз қалуға болады. Теміржол ол ғажайыпқа толым екен. Теміржолдағы вокзалда дәл солай. Қазіргі жігіттердің бірінші арманы. Пәтер алсам, машина алсам, және де бір әдем бір қыз алсам. Дәл сол арманды вокзал орындайтын секілді. Мысалы, вокзалдан шыққан ойда саған біріншіден пәтер ұсынады. Және де машина ұсынады. Және де әдем бір қыз ұсынады. Олай болса, ғажайып маусымда ғажайып жігіттер, кеттік! Эстрада жұлдызы Қайрат Нұртас өз концертінде Теле2 байланысына жарнама жасап жүреді екен. Естілмейді, қаттыра, қайтадан! Ұлттық бірыңғай тестке білімі төмен оқушылар қатыспай қалып жатады. Оның сыры неде тамашалап көрейік? Саламатсың ба, Комент? Саламатсың ғой? Қалың қалай? Қалып жақсы. Комент, сен өзің қазақ тілден 5 алғың келе ма? Алғым кет. Онда Комент, бүгін біз қазақ тілден ұлттық бірыңғай тестке өз еркіммен қатыспаймын деген тақырыпта шығарма жазамыз. Жарайды. Қаламсабы мен ақпарағыңды ал. Мен
Каменов Нұрбол, өз еркімен ұлттық бірыңғай тестке қатыспаймын. Жарайсың, енді мына жерге қолын қоя сал. Мына жерге бүгін күн жас. Жарайсың, Каменов, саған 5 қойдым, бара беруге болады. Рахмет аға. Ертең ата-анаң айғылып жатса, өз еркімен жазым дерсің. Аға, жарайды аға, рахмет. Қазақ тілден аз бал жинайтындардан құтылдым, енді математиктерге не жаздыртам? Жақында өмірде мынандай қызық жағдай орын алды. Полиция бөлімшесіне мас күйінде ұсталып қалған мұғалім. Сіздің мынауыңызде ұялмайса, балдарға не үйретіп жүрсіз? Балалар маған үйретіп жүрген, солардың отырысынан шықтым. 95-тер супер! Естеріңізде болса, біз өткен ойында әр ойын сайын бір мамандықты таныстырып отырамыз деп шешкен едік. Ендеше көрініс теміржолшыны тану бағдарламасы. Қайырлы кеш, достар. Бүгін сіздерге путистер жайында айтатын боламыз. Путистер ана станция мен мына станцияның арасындағы ұланғайыр атырапты мекендейтін жандар. Ұлттық киімдері сәбіз түсті шидеменен бақтабиттердің арасында сатып алынған, арзанға сатып алынған керзі етік. Жас путистер өздерінің мамандығын ашып айтқысы келмейді. Қайда істеп жатырсың деген сұраққа сол темір жол ғой деп қана жауап береді. Олар бидайдан жасалған тағамның ең нашарын өздерінің ас мәзіріне қосуға мәжбүр. Себебі қыста тоңбау үшін, ал жазда қыста тоңған еске алмау үшін, ал жылдың 2 мезгілінде жай хобби үшін. Путистер 5 бармақты аптаның 7-ші күні ғана жей алады. Себебі 6-ші күні моншаға түспей, 5 күн бойы қолдың қарамайын кетіру мүмкін емес. Олар өз жұмысына риза. Себебі ауылда барлық сериалды жатқа білгеннен гөрі, айлығы аз болса да өздерінің жұмыстарын жасаған донатады. Олардың өмірлік ұраны. Темір жол өлмейді ғой әйтеуір. Мінекей достар, өмір сүруге құштар, қолдары жездей. Түрлерін айына 2 жылда 1 рет көретін. Көздерінен жас тамғаша көретін. Путистерді аяулды ұмытпайық. Сіздермен болған тақи болмаса путист болатын. Жақсылық Нұрсұлтан. Амандықты жүрсейік. Құрметті достар, сөз соңында темір жол негізі көптеген жақсы заттарға үйретеді. Мысалға айтатын болсақ, қай жерде жүрсеңде қазақ екеніңді ұмытпауды үйретеді. Мысалы, жол серік аға жақындап, аға студент едім, ала кетесіз бе дейсің. Ол қазақпыз ғой бауырым, жарайды, отыр деп мінгізіп алады. Әрине ақшасына, бірақ мінгізеді. Және де темір жол үлкендерді сыйлауды үйретеді. Мысалы, пойызға мініп жайғасып жатасың. Жаныңа әже келіп, ай бала үстіңгі пол кет, ауысайық деп. Темір жол әрине амал жоқ, бірақ сыйлауды үйретеді. Темір жол өз наныңды өзіңде тауып жеуді үйретеді. Мысалы, пойызда келе жатасың, қарның аш, жандағы ағайларға барасың да өтірік анекдот айтасың. Амал жоқ, бірақ айтасың. Құрметті достар, бір сөзбен айтқанда темір жол тек қана темір жолға емес, өмір сүруге де үйретеді. Сіздермен бірге болған өмір сүруге дайын болашақ темір жолшылар. Аға алып кетші деген күндерде кездескенше. Жайдана ойыны, жастар сарайы, темір жол тарландары әзіл ойнады. Есен аға біз үшін патшамыздай, тұрған өзі орны ан сарайында. Темір жолмен саған 100 келем, жаз болсын, қыс болсын күзден. Темір жол тарландары командасы Қазақ көлік коммуникациялар академиясы Ақмола колледжінің директоры Сансызбаев Ұлан Құттыбайұлына алғыстарын айтады. Жалғастырайық, 2 маусымда тағы бір рет өздерінің бақтарын сынамақшы Павлодар облысы Екібастұз қаласының құрамасы біз қазақпыз. Екібастұз жас қала, өзіңді қимаймын басқа. Жайдарман талаптарының бірі ол жанды дауыста ән шырқау. Талаптарды қатаң ұстанатын біз қазақпыз. Армысын Астана. Жалғыз гүлі бар, бар, арасында гүлімнің жалғыз гүлі бар.
Ойын тақырыбы ғажайып сәт. Біздің ғажайып сәт 1788 жылы орын алды. Бақташы Қосым Пішембаев алғаш көмір кенін тапқан болатын. Сол кезден бері қаламыз ТМД елдеріне танымал болды. Ал өзіміз көмірді қарағандтан алатын болдық, қос. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, шынайы сарбала бүкіл әлемде бір ғана. Рахмет, брат, DJ келді. Тақиясы басына тар келетін бала қайда? Көкбөрінің ұрпақтары, біз қазақпыз, қалайсыңдар? Жақсы. Айналайын, досым. Кішкентай кезден бірге өстік. Есіңде ма? Кішкентай кезде бәрі сен қазан бас деуші еді ғой. Қазан басы. Емханаға Аджиканың банкасын салып алып баратындар, біз бастаймыз. Балалар, бүгін мен хабарлаймын. Суға бара жатқан тасбақа. Достар, біз жалғастырамыз. Барлықтарыңызға танымал әнші Қайрат Нұртас пен Мейрамбек Беспаев қосылып терме айтса. Қаңсаған қасіретті қара шалмын, бұл күнде қара шалмен санасар кім. Өз-өзіне мүлдем қарамай кеткен Гитлер. Қазақтың тойы ғажайып сәттерге толы. 20 теңге жұтып қойған жігіт операция үстелінде. Мына 20 теңге ма? Не? Достар, біздің өңірде осындай да жұлдызды иттер бар. Секси лейди. Кездесуге дайындалып жатқан тасбақа. Барлықтарыңызға белгілі Тақиялы періште фильмдегі басты рөлді сомдаған актер Менің атым Қожа фильміне түссе екен. Айналайын бұзауым, мен саған жанарайына қуам, сен қашықтың ба? Әскерден келген жігіт өзінің досымен сырласуда. Бар қызық сол әскерде. Бір жыл бойы жүрдім, кәдімгі істедім өзім түкім бар ғой. Досым, шаршап кеттім, бір сыра шекші. Қалай айтсам мен? Ауызбен айтайын енді. Қазір түнгі сағат 11-ден кейін сыра сатпайды. Ей, жарайды, оны қойшы. Одан да барып алаңға барайық, доп дейік, футбол ойнайық. Қалай айтсам мен? Қазір ол алаң жоқ. Оның орнында қанша салып қойды. Оны қойшы, сағынып кеттім жанымды. Айжанға барайық, кеттік Айжанға. Қалай айтсам мен? Айжан жоқ. Оның жігіті бар, мен. Жоқ, сен өзі бір жыл бойы әскерде болдың. Жер көрдің, өмір көрдің, осы ер жеттің ба сен? Қалай айтсам? Шаршап кетпе, жемайықшы кетуге жатып. Барлықтарыңызға белгілі GTA ойыны қазақи нұсқада.
Барамадым қасыңа, Құрметті достар, жазғы демалыс керемет ғажайып сәттердің бірі. Достар, демалатын жер іздесеңіздер, бізге келіңіздер. Ал бізде керемет табиғаты керемет Баянауыл бар. Ал Баянауылда мынандай керемет жұлдызды итіміз бар. Секси лейді. Біз қазақпыз, екібастыз. Біз қазақпыз командасы Қуат басқармасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Гайнуллин Раис Харисовичке алғыстарын білдіреді. Жалғастырайық. Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданының құрамасы жастар Аягөз. Шақырым пойызбен ақырын Аягөз Астанаға, шығысым солтүстік батысым оңтүстік барлығы басқалада. Астана әзілмен қағытпа қалжың сапалы ән oldu ғана. Жайдарманда Аягөз құрамасы! Кеш жарық Қазақстан, алдарыңызда махаббат нотын Аягөз! Ғажайыптар маусымы. Жайдарманда бүгін ғажайып сәт. Кеше біздер ғашық болған, кездесуге асық болған, арулар жүр үйімізде. Айтпақшы достар, мынау біздің Аман. Аман қазір жоғары лигада ойнап жүрген танымал жігіттерге ұқсағысы келеді. Ал біздің ойымызша Аман мультсериалдың кейіпкерлеріне ұқсайды. Ондеше Астана! Берсе қолынан, бермесе тартып алады Аягөздіктер! Неге екен түсініксіз, бірақ дене шынықтыру сабағында мынандай қыздар жиі кездеседі. Дүзел! Неме кіп кішкентай алдыға тұрып ағансың? Мен спорт секторымын ғой. Спорт сектор. Спорт секторым дейді ғой. Қыздарың қайда? Келе жатыр. Шуламаңдаршы! Айка, қазір тоса тұр, мен мұғалімнен сұран келем. Хибай, қайда бары жатсың? Мұғалім шөлде кеттім, су іш келейш? Бар, тез бар кел. Айка, кеттік. Жалғыз барам дедің ғой. Мұғалім, өтейін. Аягөздік тұрғындар махаббатқа адал болады. Себебі әр туылған балаға пособие беріледі. Кеше ғана джинсы сатып алған бала 3-4 суретке түсіп тұр. Саған ба 3-4? Иә, ма. Тұстап тұра қалайын. Аға, мына жерден алыңыз, мына жерден. Барлығымыз көлікпен дөңнен түскен кезде ішімізде бір қызық сезім болады, жыбырлап, е? Сондай оқиға көліктің артында қой жатыр. Сендерге де сезілді ме?
Келесі әзілден өздеріңізді көріңіздер. Ал енді көрініс. Отбасы, ошаққасы. Отбасыда мынандай оқиғалар жиі кездеседі. Сәкен! Кімді көре алмайсың, а? Ашпа терезені, шығын кіргізесің, отыр болды. Отыр. Отыр да шайын іш. Неме мектептің бәрі шулап жүрсің, а? Неме шулап жүрім? Қазір әкеңгесін көкені танытады сен. Көкем танимын, көкем аты Арай. Кім? Арай апайды айтып жатырмын. А? Ей, мына ауылым мені мүлдем тыңдамайды. Бүкіл мектептің терезесін сындырған. Айт анауына бір нәрсе. Мә, шайларын ішіңдер. Не істеушің, жетпей керек. Мына басыңа жетпейді. Терезе сындырғанша қыз сындырмайсың ба? Соны айтам. Сенде кезімізде 10-15 қыз сындыратынбыз осы. Не дейді мынау? Қойшы қыз тұрсын. Неменеңе жетіп терезе сындырып үшін, а? Сенде кезімізде жүгіріп жүретінбіз осы ауылда. Арлы-берлі, анда шапқылап, мында шапқылап. Шөп десе шөбін, от десе отының, көмір десе көмірін. Ауылдың бәрі еркелеп, ауылдың шестеркісі дейтін. Сен жүрсің, мұнан жетпей керек. Балаға қырнай қала. Кезінде ауылда бәрі еркелеп, ауылдың шестеркісі дейтін. Өтсек қызық қойын. Неменеңе жетісіп үшін соны айтшы, а? Соны айтам. Яғни көршінің баласын қарамайсың ба өзінде? Екі-ақ жас кішкентай сені. Жүгірет те жүреді ғой осы. Есігін алды тап-таза. Су десе суға, от десе отына, көмір десе көміріне. Тіпті алмай қалған өзім сияқты. Не дейді мынау тағы да? Қойшы қызғанбай. Не жетпейді саған? Не жетпейді, а? Осы қаламсап дедің, қаламсапыңды да бердік. Қарындаш дедің, қарындашыңды да бердік. Тіпті елдің баласынан қалмасын деп өшіргішкейін аперді қос саған. Не жетпейді? Айтшы саған не жетпейді? Болды, баланы ұрма. Ше қой шайын, ше қой. Айналайын қошақаным менің. Балапаным, айналып кетті. Болды, ұрсыма балаға. Ұрсыма, іш. Аңырсыма ше бұл. Балапаным. Бар, кетші бар. Отыр тамағым. Отыр. Тұр алда сөзді, бұрышқа. Баланы бұрышқа тұрғызғанша жұмысқа тұрғызсаш, баланы жасы 30-ға келді. Біздің аналарымыз құқық қорғау органдар сияқты. Даттайды, соттайды, іс біткен соң барып ақтайды. Түбінде зейнетақы қорына бәрібір реформа жасауымыз керек. Болашақты ойлау керек. 32% ертең көбейеді. Бұл мәселе көтермеу керек. Қазақ елінің экономикасын көтеру керек. Әйелдердің пенсиясына да жармаспау керек. Зейнетке шыққан кезде күнделікті өмірімізге жететін болу керек. Осындай мақсат қойымыз керек алдымызда. Зейнетақы жасына байланысты көтерілу керек. Сонда ғана біз шын мәнінде аналарымызды осы жасқа жеткізе аламыз, жемісін көрсете аламыз. Бүгін алаң. Шаштарыңыз түседі ме? Шаштың түсуін бақылауда қолданып көріңіз. Енді менің шашым қалың және күшті. Трихозол кешені бар шаштың түсуін бақылау даф үреткісі. Шашты тамырынан бастап нығайтты және 2 аптадан кейін шаштың түсуін айтарлықтай азайтты. Мен оны небәрі күн ара қолдандым. Небәрі 2 аптадан кейін менің шашым күштірек бола бастады. Оны елдің арасынан 8 әйел нәтижеге қол жеткізді. Небәрі 2 аптадан кейін шаштың түсуі айтарлықтай азайды. Жаңа даф шаштың түсуін бақылау. Алғашқы кезден бастап, бұл бала ерекше. Менің ханшайымым. Болашақ чемпион. Ең алғашқы күннен бастап, ол мен қыз бала сонда ерекше. Әр
әрқайсысының өз талғамы, өз қажеттілігі бар. Біз оларды бірдей сүйеміз, бірақ әртүрлі қамқор көрсетеміз. Жаңа Хаггистің арнайы ұлдарға және қыздарға арналған жөргектерінің сіңіретін жүйесі қажетті жерде орналасқан. Бұрынғыдай жұмсақ және ауа өткізгіш. Дисней ұсынған эксклюзивті дизайн. Балалар ерекше, Хаггис те ерекше. Жастар командасы Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданының әкімі Мұхтарханов Әнуарбек Мұхтарханұлына алғыстарын білдіреді. Жалғастырайық. Ақтөбе, абзал жандар. Кеш жарық премьер-лига. Сіздердің алдарыңызда нағыз қазақтылықты сақтап, шақырған жерге 2 сағат кешік келетін дәрігерлер! Тек қана біз дәрігерлер көненің көзін сақтап, молдалардың дәстүрін жалғастырамыз. Тек қана біз дәрігерлер Қазақстан қарулы күштерін жалаңаштай көреміз. Тек қана біз дәрігерлер баланы бесік жарынсызда ұйықтата аламыз. Тек қана біз дәрігерлер қызға хатты қолмен емес ноутбукпен жазамыз. Және тек қана біз дәрігерлер ақша қатты керек болған кезде тіс ауырып келген науқастан соқыр ішек тауып аламыз. Өзіне керектіні өзгеден ала білетін болашақ дәрігерлер біз бастаймыз! Достар, ғажайып сәт, алдымен көрініс. Еліміздің демографиясы даму үшін түнгі балабақшалар ашылыпты. Ешқандай да уайымдамаңыздар. Балаларыңызды таңға дейін бір нәрсе қылып алып кетерсіздер. Жақсы. Сәлематсыз ба? Баламды алып кетейін деп едім ғой. Алып кетіңіз. Сәкеңнің баласы да мынаяқта жүр ғой. Бәсе, әкең неге телефон алмайды десем, айтып бар әкеңе, жұмысқа өзім ертең алып кетем деп. Сіздер ойнай тұрыңыздар, мен қазір аяқ барып асты қарап. Сендердікі рахат я, алып келет, алып кетет. Мен 7 жыл болды осында жүргеніме. Ал сені қашан алып кетеді? Менің анам қашан батырана атағын алады, сол кезде. Қазір оны қолы бос емес. Өзінің енесіне операция жасап жатқан хирург дәрігер. Скальпель. Күте тұр. Алло, бажа? Иә. Қазір WhatsApp-пен қызық суреттер жіберем. 25 мамыр таңның атқанын күтіп жатқан жас түлектер. Қалайша түсінбейсіңдер? 11 жыл бойы бірге оқыдық. Бір партада отырып, бірге бұзықтық жасадық. Ал қазір бүкіл класс кілтенді. Кітаптарды тапсырдық. Соңғы қоңырау соғылды. Бәрі жан-жаққа кетті. Не істеймін мен енді? Азиком, балам, енді ұрыспайым дедім ғой, ұрыспайым. Жүрші үйге, бол, таң ат. Бір сәт әдебиетке көңіл бөлсек, сонымен Мұқағали Мақатаевтың желісімен науқас пен дәрігердің арасындағы махаббат. Аппендицит болсам егер, не тер едің? Қайшыменен ішіңді кесіп өтер едің. Сотрясение болсам егер, не тер едің? Артыңнан мен де қуып кетер едім. Сымса қолым 4 жерден не тер едің? Гипстан жазылғанын күтер едім. Бұлдырасам сағымдай не тер едің? Көзіме -4 очки киіп өтер едім. Қайға келсем басыңа, не тер едің? Қойшы жаным, сен тастап сау адаммен кетер едім. Достар, жалпы біздің Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университеті. Дәрігерлер, жиналып қалыпсыздар, қояр бірнеше сұрағым бар еді. Қойыңыз. Осы сіздердің киімдеріңіз неге ақ түсті? Наркоздан оянған адам әлі қайда екенін толық білмес үшін ғой. Ал онда неге сіздер әкесі әдемі балдарға жақсы қызмет көрсетесіздер? Енді оқу бітіреміз дегенше жасымыз 30-ға келеді. Білмеймін, енді баласы бар адамға қарамағанда кімге қараймыз? Ал онда неге құлақ тексеретін дәрігер фамилияны бір айтқанда естіп болмайды? Егер ол бір айтқаннан естісе, хирург болатын еді ғой. Ал онда мантуды қасуға болмайды. Ал ол бірақ қышиды, мазған алып бар ғой.
Міне, көрдіңдер ма? Сендер дымды білмейсіңдер. Шетелге барып емделем мен. Достар, неге сіздер 4-ші қабаттан құлап, басымның сақинасы бар екен деп үйде жата бересіздер? Ал сізге бір нәрсе болса, бізге тағы ренжисіздер. Сосын сіздер үйлеріңе жедел жәрдем қызметін шақырып алып, неге бірден жазылып кетесіңдер? Содан кейін ауруларың тағы басалса, бізді жамандайсыңдар. Неге сіздер үйлеріңіздегі аталарыңыз ауырып қалса, ой, жасы келген кісі ғой деп жүре бересіздер. Одан кейін тағы да бізді кінәлайсыздар. Неге сіздер балаларыңыз қызылша, яғни ветрянкамен ауырған кезде қызыл көйлек кигізіп қоя бересіздер? Егер осы ауру тағы асқынып кетсе, тағы біз кінәлі боламыз. Дәрігерлер, мен қателесіппін. Кешіріңдер. Мінеке достар, дәрігерлер ол 20 жыл отасқан әйелің сияқты. Бір нәрсе дұрыс болмаса, үнемі сол кінәлі. Ал жаның қысылған кезде қасыңнан жалғыз табылатын сол ғана. Сіздердің алдарыңызда болған әрдайым тірі жандыларды ойлап жүретін абзал жандар. Бізді бағалаңыздар. Бізді дұрыстап бағалаңыздар. Абзал жандар командасы Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университетінің ректоры Бекмұхаметов Ербол Жасыланұлына алғыстарын айтады. Жалғастырайық. Тағы бар былтырғы жылы премьер-лига сайыстарының жартылай финалистері. Жамбыл облысы Жуалы ауданы Алғабасар. Біздің команда жартылай финалға өтуге өте лайықты команда. Себебі осында тұрған жігіттердің барлығы өз ауылына пайдасын тигізіп жүрген жігіттер. Ау? Нан ұрсын пайдасын тигізіп жүрген жігіттер. Мысал үшін қарапайым мысал. Біздің командадағы Шыңғыс осы сахнада, дәл осы сахнада қазір тұру арқылы, осы Астанаға келу арқылы, ауылдағы жасөспірімдер және қыздар арасында қылмысты 95%-ға қысқартып отыр. Біздің командадағы Нұржас ауылда жеке кәсіпкерлікпен айналысады. Өте арзан бағаға үйленеді, өте қымбат бағаға ажырасады. Бейшара. Біздің командадағы Әділет. Осы неге мен адам болып жаратылмадым деп ойлайтын хайуанаттар Әділетті тойдан кейін көреді де тәубасына түседі. Және де мен. Ой, қойыңызшы Марат ағай. Неге барлығымыз жарнамалап кеттіңіз? Мен жарнамалар жек көрем. Өйткені жарнамалардың бәрі адамды алдайды. Мысалға анау мистер Мускул деген жарнаманы алайық. Бір денесі дәу әйел ыдыс жуып жатады. Анандай дәу денесімен әйел ыдыс жуа ма? Оның күйеуі жуу керек емес пе? Тағы да бір жарнама бар анау мистер Пропер деген. Қыз үйде еденнің үстінде билеп жүреді. Анасына келіп аяғын көтеріп қалады. Анасы қызының әппақ нәскиі кірекенін көреді да, үйдегі еденнің бәрін жуып шығады. Ол жерде еденнің түк қатысы жоқ қой, қыздың нәскиін жуу керек емес па? Марат ағай, шындықты айтсаң, шындықты. Ақсақал дұрыс айтады, шындықты айтайық. Біз бастаймыз. Біздің ауылда бір адамды қалай жақсы көрсең, дәл солай жеп көріп көтеге болады. Сонымен көреміз. Бәрекелді, мынау балам, мынау ағаңа ыстық шайдан күйіп отыр. Ай, бәрекелді, мынаға ыстық шайдан алып отырсаңыз. Жаным әшейін, өзің ал бірінші. Ой, аға, қонақсыз ғой, ұят болады. Өзің ал, айналып. Аға, ұят болады дейміз. Ай, бір қолын күйде. Ай, көңілі дері жоқ. Құрметті астаналықтар, яғни бұрынғы шымкенттіктер. Келесі әзіл сіздерге арналады, сіздерге. Астана автокөлік базарындағы ең адал шымкенттік. Жо, адамға деген адамгершілік керек қой, дұрыс па? Дұрыс қой. Мен осы базардағы ең адал шымкенттікпін, Құдайға шүкір. Құдайға шүкір. Бұл BMW алды 2 рет ұрылған. Мен неғылам алда бағасыз, неғылам алда, дұрыс па? Арты 4 рет соғылған. Неғылам алда. Іші 2 рет соғылған. Іші де соғылған. Аға, неғылам алдап, адамға деген адамгершілік керек қой, мен сізді алдасам, бір нәрсе бола ма маған, мысалы? Дұрыс қой, дұрыс қой. Аға, сондықтан да мен сізге шынын айтып тұрмын, аға, аласыз осы BMW-ні. Мен бұл BMW-ні алам. Аласыз ғой. Сіздің адалдығыңызға риза болып тұрып, мен осы BMW-ні алам. Жақсы аға. Құжаттарды рәсімдейік, бара беріңіз. Бара беріңіз аға. Алло, Серік. Ана Opel'іңді сатып жібердің ба? Астанаға тағы 2 Opel беріп жіберші маған.
тапсырып жатыр. Кейбір әкімдер сол аттестациядан өте алмай қалып жатыр. Сонымен көреміз. Жеңдім. Сонша күлгеніңіз не? Тестіңізді тапсырмайсыз ба? Не істеп отырсыз? Жеңдім ғой. Ойын ойнап отырсыз ба не? Қандай масқара, мынандай ойын ойнаған нес? Қандай ойын ойнап отырсыз? Бұл жаңа ойын. Бюджет 2013 деген ойын. Мүмкін FIFA 2013 шығар. Ол сендер, қарапайым адамдар ойнайтын ойын ол FIFA 2013. Қызықсыңдар, несіне ойнайсыз? Қазір осы аттестациядан өте алмай қалсаңыз, жұмыстан кетесіз, білесіз ба? Сонда мен әкім болып жүріп, бір сәтте жұмыстан кетіп қалсам, менің 4 бала шағам кім асырайды? Менің 85 мың несиемді кім жабады? Зар заман, зарлап өткен бұл заман. Осындай көрініс күттің ба сонда? Орынбасарларым, қазір шығам. Көке, мазамдамаңыз, мен аттестацияны тапсырам да шығам. Сіз де тапсырсаңыз. Тапсырамыз, ашуланбашы. Қызықсыз. Қайда барасың? Мен дәрігермін. Қатысушылардың қан қысымын тексеруім керек. Тексерсін, қан қысым көтеріліп, сәл-сәл ішім ауырып тұр. Дәрігер, менің қан қысым қалай болып жатыр? Қан қысым 1А. 1А. 2Б. 2Б қан қысым көтеріліп жатыр ғой менің. 3С. 3С. Ай, бұл да болмады ғой. Әкім мырза, кешіріңіз. Біз сізге 11 сыныптер тапсыратын ұлттық бірыңғай тесттің сұрақтарын беріп жүрміз. Сіздің компьютеріңіз мына жақта, кешіріңіз. Бәсе қиын адамның миына кірмей жатыр. Құрметті достар, мүмкін емес, бірақ шындық. Мүмкін емес, бірақ шындық. Қарапайым халықтан жасырылған ақиқаттар. Көкбел ауылында жаппай асық атудан өтуге тиіс жарыс. Қойлар мен қойшылар арасында қарулы қақтығысқа байланысты кейінге қалдырылды. Мүмкін емес, бірақ шындық. Жуалы ауданында өзіне өзі күтім жасамай семіріп кеткен сиырлар соғым жазасына кесіледі. Аудан конституциясының 4-ші бабы 6-шы тармақшасы. Мүмкін емес, бірақ шындық. Министрге жұмыртқаның лақтырылуына байланысты депутаттар тауықтар жұмыртқа емес, бірден балапан тусын деген шешімге келді. Мүмкін емес, бірақ шындық. Қарапайым халықтан жасырылған ақиқаттар. Жуалы, жер жанаты. Бұл шындық, достар. Аңыз. Баяғыда бір есек дүниеге келіпті. Есек дүниеге келгеннен кейін оны әке-шешесі метркесіне есек деп емес, яғни туу туралы куәлігіне ешек деп жаздырып жіберіпті. Арада біраз уақыт өтеді. Әлгі ешек мектепке барады. Барлық есектер оны ешек деп мазақтайды. Намыстанады, ешек қой енді, дұрыс па? Одан кейін жоғары оқу орнына түседі. Ол жерде де барлық есектер оны ешек деп мазақтап намысына тие береді. Бір күн ол шыдай алмай автокөліктің астына түседі. Бірақ тірі қалады. Бұдан шығатын қорытынды. Жеке куәлік алғанда атыңды өзгерте саласың, уайымдамашы бол. Жуалы алға басар. Мүмкін кездесерміз. Жуалы жер жанаты, керемет табиғаты. Алғабасар командасы Жамбыл облысы Жуалы ауданының әкімі Құлекей Батырбек Әбдірасылұлына алғыстарын айтады. Тағы бір құрамаға кезек береміз. Қызылорда облысының тұңғыш Астана құрама командасы. Сарыарқа төрінде сырға толы. Check it, say the sun is for love, for love, for love, for love. Check it, say the sun is for love, for love. Деп бірге шығу керек па? Болды ма? Болды.
Достар, ғажайып сәт, сахнада. Қалым. Өзі ма? Сенің сұраған ұяттен өзі да? Осы ма? Өзі, осы. Кәдімдей өзі ма? Өзі дейм. Кәдімдей дәл өзі нақ өзі ма? Сол ма? Өзі. Кәдімдей дәл нақ өзі сол ма? Иә? Кәдімдей Асекенің камерасы мана отырған кәдімгідей. Кәдімгідей Асекенің тойға шығатын камерасы ма? Онда біз Қызылордадан боламыз. Сәлем, тұңғыш астаналықтар. Қайырлы кеш, құрметті достар. Негізі адам өмірде ең алғашқы рет жасаған ешқашан ұмытпайды екен. Көрейік, ең алғашқы рет концерт жүргізіп тұрған жүргізуші. Бишілері биліп болғаннан соң фанфар қосылып жүргізушілер ортаға шығады. Бірінші жүргізуші, армысыздар. Екінші жүргізуші, қайырлы күн достар. Құрметті достар, негізі ағасы бардың, жағасы бар дейді. Бірақ кейбір жағдайда ағаларымыз мүлдем басқаша екен. Шашын тұрғызбаған дейсің ғой? Қарлығаш, сен бос уақытында немен айналысасың? Мен доп тебем, сосын ләңгі тебем, сосын манамда шаңғы тебем. Жалпы құлақтан тебем дейсің ғой? Ағам келетін, мен ұрсат кәсіғым. Көрші ауылдың баласы амандаспайтын болып кетті ғой. Мынау бір қолмен амандасатын болыпты ғой. Мынау қолды қайтаратын болыпты ғой. Мынау ұратын болыпты ғой. Мынау қатты белесетін болып кетті ғой. Достар, негізі қазіргі кезде Абай, Мұқағали, Шәкәрім өлеңдерін мәнерлеп оқу сайыстар өтіп жатыр. Ал енді елестетіңіздер, 2050 жыл Қайрат Нұртас өлеңдерін мәнерлеп оқу сайыстары. Сұранамын жаратқанымнан, қайталап айтам. Сұранамын жаратқанымнан, сүйгенім сақта, сақта мәңгі. Не деген ұйқас мынау? Әлихан, Швейцарияда шиенің сүйегін алысқа түкіруден чемпионат өтетін көрінеді. Қалай соны? Кешір айт, байқамай қалдым. Сен неге оқида ерегесін өтірсің? Жұмыс болса бастан асып. Қызым, тоқташы. Немеремді көрмедің ба? Ертең көк тарлаптары. Үздік нәтижені өлшеу бәріне де ұнайды. Енді ағарған тері күнде арнайы өлшегішпен өлшеуге болады. Таза лимон сығындысы мен Snow Pine Wine Source эволюциялық қорғаушысы бар Garnier Light ағарту және қорғау кешенді әсер етеді. Тері едәуір ағарады, ал қарадақтар азаяды. Қазақстанда оны елдің жетеуі Light тиімділігін растады. Garnier Light ағарту және қорғау SPF 17. Өлшеңіз де, көз жеткізіңіз. Менің қамқоршым кім? Garnier. Сергіткіш шайы шешім қабылда.
шамамен 17-18 ғасыр хан сарайында болған жағдай. Да тақсыр, датың болсай, елімізге жау шауып жатыр. Жау шапты? Қанша мың? 10 мың қол бар. 10 мың, 10-ақ мың, 10 мың қолмен бізге қарсы. Бізде қанша? 5 мың. 10 мың? Енді қалай қайтарамыз оның бетін? Осылай сұрайтыңыз білген. Мен бірден үйден дайындалып шықтым. Бізде 5 мың әскер бар. 5 мың. Олар да 10 мың. 5 мың әскердің қолына 2 қылыштан береміз. 10 мыңда 10 мың теңге тең болды. Бірақ олар 10 мың әскер. 2 қылыштан жасаса 20 мың болмай ма? Ойбай. Міне, бұны та білгем. Қазақтарда алдар көсе деген кейіпкер бар. Соны шақырамыз, жауларды алдайды да жібереді. Алды ке. Амансың ба, Қанеке? Уақыт жоқ, алдар. Жау кел жатыр. Жауды алдап бетін қайтарсаң, саған 1 сандық алтын берем. О, 1 сандық алтын. Жау деген сөз емес қой. Ойбай. Амансың ба, Жауеке? Мыналарың сөз түсінбейді ғой. Не істейміз, Қане, мен ойым барлығы бітті, Қане. Ақтүйенің қарны жарылды, Қанем. Ақтүйенің қарны жарылды, Қанем. Жаудың беті қайтты ма? Жоқ қой, Ақтүйен қарны жарылды, шек қаны ақтанып жатыр, не істеймін деп жатыр. Қанем, не істеймін? Қанем! Жау қақпаны бұзды. Қанем, кешір, мен қаштым. Алдар келе жатқанда алдайма дегенше. Бірақ анау бүйтіп келген кезде қорқып кетті ғой. Мен ана жошы хан айтқан кезде сенбеп едім, сен осыны бар ғой. Қанем, тұрайық, ана найзаң күртісі, ұшында жасырын камера тұр. 1, 2, 3. Мен алдандым. Құрметті достар, бірінші жарты жылдық бойынша Қызылорда облысының бюджетіне кіріс қаржы құны 151% көрсеткішімен артығымен орындалды. Өзге облыстың басшылары бұл жетістікке аң-таң болып таң қалуда. Ал біз таң қалмаймыз. Себебі Қызылорда күріштен алтын жасап жатқан мекен. Қызылорда облыс әкім құрамасы тұңғыш Астана. Рахмет, достар. Қызылорда облысы әкімнің құрамасы тұңғыш Астана, Қызылорда облысының әкімі Көшербаев Қырымбек Елеуұлына алғыстарын айтады. Тағы бір құрамаға кезек береміз. Шымкент жастар құрамасы ортада. Кеш жарық, Евразия жүрек Астана. Сахнада нағыз бақытты ұстаздардың шәкірттері. Рас, біздің ұстаздарымыз өте бақытты. Өйткені біз ұлттық бірыңғай тестке қатыспай, ешқандай мұғалімнің миын ашытпай, 9-дан кейін колледжге түсіп кеткенбіз. Ал енді бүгінгі ойынның тақырыбы ғажайып сәт. Ғажайып сәт адам баласының өміріндегі қайталанбас жағдай. Негізі бұндай жағдайлар Астана қаласында көп болады. Жақында ғана Астана қаласының 4 қызы бір жігітті соққыға жығыпты. Енді ұятта болса айтайық, сол 4 қыз негізі Шымкенттің қызы екен, ше. Енді ол соққыға жықты деген бос әңгіме. Жай біз жақтың балдыздары жезделермен солай әзілседі. Құрметті жігіттер қауымы, армандарыңыз орындалсын десеңіздер, алтын балық ұстаудың қажеті жоқ. Өйткені оңтүстіктің қыздары алтын балықтың да миын ашып жібереді. Ендеше ұлттық арна, Шымкент жастарын мұқият түсіріңіздер. Біз жалғастырамыз. Жалпы көптеген телеканалдарда ауа райы болжамын әртүрлі көрсетеді. Көрейік, барлық телеканалдан ауа райы болжамын үзбей көретін жігіт. Мә,
Ұлттық арнаның ауа райы болжамдарына сенуім керек еді. Сені іздедім көп, сені іздедім топ жерлерде. Дәріханада болған жағдай. Жат, бұл тонау. Сал, бәрін. Қарама маған, бәрін сал дедім, ақшаның бәрін сал. Сіздің деніңіз дұрыс па, бұл дәріхана ғой, не ұрламақсыз? Дәріхана ма? Иә. Онда маған есте сақтау қабілетін күшейтетін дәрі беріңіз. Неге? Банктың қақтығын ұмытып қаладыр мен. Сені іздедім көп, сені іздедім топ. Күні бойы жолы болмаған жігіт. Бүгін жаңбыр жауады деді, жаумады, сені бос қалып шықтым мен бар көше. Мен алдап мені. Ай, бауырым. Ұлттық арнаның ауа райы болжамдарына сенуім керек еді. Сені іздедім көп, сені іздедім топ жерлерде. Келесі көрінісіміз тек қана бізге, яғни оңтүстікке ғана тән. Егерде бізде құда түсу болмаса, алып қашу салт дәстүрі міндетті түрде болады. Ал алып қашуда хабарлаушыны жіберетін екі хабарлаушы болады. Неге мен? Не сен, не? Мен үйдің үлкенімін, түсінікті ма? Сондықтан үйде мен билеймін. Мен билеймін. Ирина, қыз Ирина, қазақшалық билеймін, сүйем десем мен сені жанға ауыр тимеймі, Ирина. Екеуміз де биледік ау. Мұна кісілер той болатын алдын ала сезген ау деймін, бізден бұрын дайындалып апты ғой. Қайтайықшы бақа, мен ұрып тастайды біз қайтайықшы. Қайтпаймыз, тұр. Келдік па айтайық. Арулар, үйде біреу бар ма? Үйде екеу бар. Қайтайықшы бақа. Тоқтай тұр, келдік па айтайық. Аман келдік өкенің қара шаңырағы осы ма? Қазір Аман келдік өкенің шаңырақты жасылға бояған. Жасыл шаңырағы осы. Қайтайықшы бақа, қайтайықшы. Ару қыз, не болды бірден алқымнан алып? Құлпырып, сұлу болып тұргіз, көзіме басылған от болыңыз. Ана көзіңізді ойып алмай тұрғанда тезірақ жоқ болыңыз. Келдік па айтайық. Келген мәселені айтайық. Сіздердің кенже қыздарыңыз қаламқас біздің үйге келін болып түсті. Соны хабарлауға келген хабаршымыз. Ура! Ренжімеңіздер енді. Өнер алды қызыл тіл дегендей. Мақала жатасып қалды. Айналайын-ау, бір сәйкес келетін мақал айтсайшы. Кешіріңіз. Еңбек етсен ерінбей, тоят қарын тіленбей. Тұршы. Болмай ма? Қайтайықшы, жүрші бақа. Қайтқан ес тұрын мына жерде, Ал, келдік па айтайық, біз айтатымызды айттық, ететке, сорпа бетке. Ойбай, оқтау қамырға, укол тамырға демедіңіз бе? Келдік па, жөн сұрасып танысайық. Сіз біздің келін қаламқасқа кім боласыздар? Мен жеңгесімін. Мен нағаш әпкесімін. Бәсе, біздің келін кімге тартқан десем, тақ-тақ етіп өзіңізден аумай қапты ғой. Өзім, айны маған. Нағашына ұқсапты ғой. Жалпы, домбыраның жақсысы ағашынан, адамзаттың жақсысы нағашынан. Ойбай, студенттің жақсы болуы сессиясынан, агенттің жақсы болуы версиясынан дейсіз ғой. Кешіріңіздер енді бізді, кешіріңіздерші. Біз андай. Кешіріңіз дей бермесін. Басқа нәрсеші, басқа нәрсе. Басқа нәрсе. Кет жөр, Кеттім мен. Яққа кетпей, ауған соғысына қатысқан атам бар, кетпей, Айттым ғой мен. Ата, кім мынау, Құрметті достар, бізде оңтүстіктің жағдайы басы қатты басталса, соңы тәтті боп аяқталады. Жүріңіздер, тәттіден ауыз теңіздер, біздің... Достар, ғажайып сәт, қашанда тарих бетінде қалатын жағдай. Қазақстанның әрбір қаласы өзіндік ғажайып. Десе де, ән әлемге шәмшедей дарын берген оңтүстік. Бауыржандай батырға білім берген оңтүстік. Серікбай Ержандай дарасы болған оңтүстік. Сұлуланған Шымкенттей қаласы болған оңтүстік. Шымкент көпсалалы колледжі Шымкент жастары. Біз Шымкентті сүйіп жаңылмадық.
Шымкент жастар құрамасы Шымкент көпсалалы колледжінің директоры Үсіпәлиев Ахмет Бералыұлына алғыстарын білдіреді. Жалғастырайық, ортада жергілікті команда Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ мемлекеттік агротехникалық университеті Аграрка Астана. Біз бүгінгі ойында көріністен бастауды жөн шештік. Олар бүгінгі ойында қандай әзілмен бастарын білген жоқ. Олар көптеген әзілді жеребеге тастады. Олай болса, бүгінгі алғашқы әзілге үміткерлер. Бірінші үміткер көшеде болған оқиға. Екінші үміткер тортты қатты жақсы көретін бала. Үшінші үміткер баян тартып жүрген боксерлар. Шешуші сәт келіп жетті. Олай болса, алғашқы болып бастайтын жеңімпаз әзілді жариялауға. Ортаға жайдарман ойыншысы, қазіргі таңда онлайн репортаждың жүргізушісі Мистер Алмаз Көзілерді шақырамыз. Кеш жарық достар, редакторлық сараптамадан аман қалған 6 әзілдің қайсы алғашқы қойылатыны беймәлім. Ол мына конвертте жазылған, қазір білетін боламыз. Сонымен Аграрка жайдарман тобының бүгінгі алғашқы әзілі Екі тауықтың әңгімесі! Бол. Рахмет, бол. Баршаларыңызға рахмет, бізге дауыс бергендеріңізге рахмет. Әке, біз жеңдік. Болды қой. Біз білген жоқпыз, біздің әзіліміз алғашқы әзіл болды деп. Баршаларыңызға рахмет. Жалпы бұл әзілдің авторы Дәулет Нұржановқа рахмет. Жеңістеріңіз құтты болсын. Олай болса, жеңімпаз әзілді қарсы алыңыздар. Екі тауықтың әңгімесі. Құрбам, сонда екеміз 63 жасқа шейін жұмыртқа туады екенбіз. Неге? Потому что. Дәл осындай саясат пен классиканы ұштастырған Аграрка. Біз бастаймыз! Біздің қазақ кез келген өзгеріс, кез келген жаңалықты үлкен қуанышпен қарсы аламыз. Бүгін бізде үлкен қуаныш, үлкен той. Біздің командадағы Нұрсұлтан отау құрды! Ал Нұрсұлтан бауырым, жақсы үйге түскен келін, жаман үйге түскен келін анан дейді. Мына саған, келінге, саған емес, келінге Дениздің сәнін, Хюремнің әнін тілейм. Әрқашанда отауларында биік ұстаңдар. Отауларында биік ұстасаңдар, жақсы көрсетеді, 56 канал көрсетеді, бақытты болыңдар. Ең суық материк Антарктидадағы отбасы. Балам, тоңазытқыштан 2 литр нанды алып бер жібер. Дәл осы отбасы Ресейде. Сынок, подай 2 хлеба. Қазақстан. Балам, подай 2 хлеба. Түркия. Балам, не диyorsun? 569 бөлімнің соңы. Келесі тамашалайтындарыңыз қоғамдық орында көп кездесетін жағдай. Хей, қазақ эстрадасының ауру жайдарманға да келген ба? Түрі дауыспен хабарласай? Кешіресің. Олай болса достар, тамашалаймыз, қоғамдық орында көп кездесетін жағдай. Telefonun кейде, жана Дәл осы хит әндерді естігілеріңіз келсе, Қазақстанның барлық орталық базарларына келіңіздер.
Достар, дискотека, Монголияда да дискотека. Көпшіліктің сұрауы бойынша ортада вальс. Достар, рахмет. Біздің сахнада жүрген әр минут біз үшін ғажайып сәт. Сіздермен бірге оған Қазақстан Республикасындағы ең үздік ректор бар Аграрка. Рахмет. Аграрка командасы Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің ректоры Күрішбаев Ақылбек Қажығұлұлына алғыстарын айтады. Жалғастырайық. Енді оңтүстік Астана, Алматы экономика және статистика академиясы, АЭСа, Алматы. Сен ағалайсыз, ешкім ажарыңызға нұқсан келтіріп жүрген жоқ па? Ал келтірсе не істейсің ал? Грим жағып берейін деуім да. Сен аға, сізге міне оққа қара келдім. Алдында әкегем. Сен 3 күннен кейін қашып кетті, бала бақтырып қойғасы ба? Қашпайды осы жол, орысы бәрін айтып қойдың. Бұған жаңағы оқ қақтырып қойыңыз. Болмаса қақпаға тұрып, доқ қақтырып қойыңыз. Болмаса кілем қақтырып қойыңыз. Анау шығып тұрған шеге болса, шеге қақтырып қойыңыз. Өртеп жүрші. Басеке саған сонда отыр. Бізде жайдарман көреміз ғой. Басеке саған сонда отыр. Алло, көріп тұрмын 5 жігітті. Қалай сөйлесейін бар ма? Ол жақсы. Қалай сөйлес дейді? Сөйлеспе дейді. Асылхан деген кім? Сен ба? Құрметті телекөрермендер, 1 минутқа теледидарларыңызды өшіре тұрыңыздаршы. Асылханмен сөйлесіп олайын. Біткеннен кейін қосасыздар ғой. Ау, осы жерде тұрып айта берсей. Енді бүкіл халқың көзінше менен әңгімесіп тұрған ұят болар. Мен әңгімен арасында қатты кетіп қалуым мүмкін. Сыртқа шыққаннан кейін сөйлесеміз. Мына 5 жігіттің кімнің қанша алатынын біліп жүріңдер. Білгенде не істейміз? Енді кімнің қанша алатынын біліп жүрейік та. Қайдыр. Назар, саған кетті. Қабылданды. Не қабылдап отырсыңдар? Темір қабылдады, темір. Тірлікпен ашырсыңдар ма? Иә. Алдыңғы тірлік не болды, бітірдің ба? Бардым. Не болды? Болмайтын болды. Неге? Жүрмейтін болдық екеміз. Қызың мен емес. Өзіміздің тірлікті айттым. Бардым. Айттым. Басеке осындай талаптар қойып жатыр дедім. Барды біреулерге хабарласты, бәріміз сол жерде жиналдық. Ресейдің 4 жігіт келді ма? Келді, 4-еу келді. Жол келді ма? Келді. Бәріміз сол жерде жиналдық, вагон келді, вагонға тиеп көмектесіп жүрді. Бітті ма сонымен? Жоқ. Сен біткен құсап айттың ғой, өйткенде сөйттік, бүйттік тағын, анан бүйтіп, өттік тағын бүйттік. Болмайтын болды. Бірден біткен жоқ деп айтасың? Қайдыр. Мен жігітпен таныстырмаппын ғой. Кім осы жігіт? Бұл жігіт біз үшін кез келген жерде сөйлеп беретін. Біз үшін кез келген тірлікте тұрып беретін. Адвокат. Біз жаңа бастық келді екен десек. Бұрынғы бастықтардың астынан су шықты ма немене? Білем ғой, қандай адвокат екен? Болды. Сізден сұрайын деймін, сізден болғанда сенен сұрап тұрмын. Алдындағы тірлік мәселесі не болды? Тыныш. Ұсақ бірдеңе сұрасаң тыныш дейді. Бір тірлік тапсырсаң тыныш дейді, болды. Тірлікпен ұсталып сотқа тұрсаң да ол тып тыныш тұрады. Біз қорғаудың орнына. Өзін қорғап алып шығамыз бұны. Мына екеуі жалпақтап жүріп айтыр, құлақтан төбіп бірдеңе. Қазір Есен ағаңмен сөйлесіп алайын. Есен аға, жаңа кім? Жақындауға болмайды. Былай тұр, Болмайды жақындауға. Мен тұмауым жоқ, былай тұр.
Болмайды. Біз үшін сөйлеп беретін жігіт, сөйлеш. Мен бармай-ақ қояйын. Не болды бауырым, тыныштық па? Тыныштық. Өздерінде тыныштық па? Тыныш. Өрісте малы бозда, қорада қойы қозда, қазанда асы, дастарханда басы қосылған, қаймағы бұзылмаған қазақ ауылы. Ұлымыздың атын шығаруымыз керек. Кім екенімізді көрсетуіміз керек. Режиссер Сәбит Құрманбековтың көзімен. Қазақстан ұлттық арнасында Әурелең комедиясы бүгін. Does anybody know? We're heading for the sunshine. It's looking like a good day. Won't you come along? Қош келдіңіздер, көрші болайық. Рахмет. Бұл сіздерге. Nothing can go wrong. Сырласу, жылы жүздесу мен көптен күткен кездесулер Якобс Монарх кофесінің әрбір шынаяғымен келеді. Енді жаңа бағамен -19%. Ақ іздер, сарыдақтар, оңып кетті ма? Гарнир қара, ақ түрлі түсті үшін көрінбейтін дезодоранты жасап шығарды. Сізді және сіздің киіміңізді қорғайтын дезодорант ақ іздерден, сарыдақтардан және алғаш рет оңып кетуден. Ылғалдылық пен иіске қарсы 48 сағат тиімділік. Жаңа көрінбейтін дезодорант. Гарнир. Не болды? Тыныштық дейді ғой. Мен саған жағдай сұрақ қойып дедім ба? Өзің барыш? Өзің барыш? Жүршін жібердің ба? Иә. Бекер жібердің ғой бұны? Неге? Біреудің баласын бір жерін ауыртып қойса, ертең ауруханаға азық түлік тасып жүреміз ба? Бірақ байқа, Алмас дәу денесімен анам бір жерін ауыртып қояр. Алмас па? Иә. Аман кішкентай денесімен анам бір жерін ауыртып қояды. Аман ба? Аман қатты төбелеседі. Бар онда өзің, қара. Қараймын оны. Сен өзің төбелесе аласың ба? 5 жыл бокске қатысқам ғой. Боксқа қатысқансың ба? Мынан былай ұста. Әйтпесе өзің етеді. Ол. Михон, көмектес. Бұларға бірдеңе тапсырсаң болды, сен тыныш тұр. Құрметті көрермендер, менің жігіттерім әзіл ойнайын деп жатыр, тыныш отырайық. Не ол дарған біреу шулап отыр ма? Жоқ, тыныш. Тыныш болсын. Ағасы бардың, жағасы бар. Ашық кіре бер. Ашы қалжыңдамай. Кіммен қалжыңдасып тұрсың? Май қызметкер Құрмаш Назар, жүргізуші куәліктеріңізді беріңізші. Кім? Командир. Ау ағасы. Кім боласың? Құрмаш Назар, май қызметкер. Кім танисың ба? Олег Борисович? Жоқ, аға. Танымаймын ешкім. Жүргізуші куәлік. Болат, Қайназар. Жоқ, танымаймын. Жүргізуші куәлігіңізді беріңізші. Кім танисың ба? Нияз Құлметті. Жоқ, танымаймын. Көкес, ешкім танымаймын. Жүргізуші куәлік беріңізші. Кім ше? Арадан 1 сағат өтті. Абай Құнанбайды танисың ба? Таним. Сон ұрпақтар боламыз, кеттік әдебір. Он 18 жасқа толған жасөспірімдерге ата-аналарымен көруге рұқсат берілген көрініс. Бәйтеп көре берем ғой мен. Қалайсың, бауырым? Тыныш, өзіңде? Жүрген сол шапқылап. Мен кім екенін таныдың ба? Жоқ, танымадым. Саша Беловты естуің бар ма? Естігем, мықты жігіт қой. Біздің басы соған ұқсайды. Сол демегеніңе рахмет. Жігіттер, мене не көмек? Көмек болғанда бұлай, аз-маз тиын-пиын болса жетеді бізге. Болмаса доллар болыр. Мұнан күдіріс. 1
Тиын-пиынды не қылмақшысың? Кабинетке саласың ба? Көмек сенен емес, бізден керек саған. Қалай сонда? Машинаң бар екен қымбат. Иә. Үйің бар екен. Иә. Жерің бар екен. Фирманың директоры екенсің. Иә. Әйелің бар екен. Иә. Екі ұл бір қыз тәрбиелеп отыр екенсің. Бүйрегің ауырады екен. Ей, кәдімгі тәуіп құса бұрдың ғой? Сендер ұрмайтын шасыңдар мен шынымен ақ. Болды. Тәуіп ештеңесі жоқ оның. Ғаламторға атын жөнін жазсаң бәрін шығарып береді. Сол жаман жігіттердің көзі түсу мүмкін саған. Мандай тауып жүрсе көз тимеу үшін. Саланан қалтаңа. Егер бізбен жұмыс істесең, саған ешкім көз түспейді. Түсіндің ба мені? Түсінбедім, брат. Криша. Енді солай қысқа Криша деп айта салмайсың ба? Мен өзім Кришам бар, сонымен сөйлессейсен. Сен Кришаң бар ма? Ойбай. Алло. Берші, маған берші. Қазір өзіме сөйлес. Алло, атың кім еді? Аман. Сенің? Дархан. Дархан. Дархан Кришасы сен ба? Кезеймін жақта жаңбыр жауып жатыр ғой. Жаңа телефон мәселесі сен ба? Иә, мен. Мұнан түріне қарасың өзіне Криша керек сияқты. Жоғал. Өздер жоғыңдар. Жіберші Басеке, өзіме сөйлесем. Жіберші, мен жіберші болмаса. Баш. Қалжыңдайын Басеке. Кет. Өздерің кеттіңдер. Жаңа пышақ мұш, құлағын кесіп алайын. Мынауын Криша емес қол шатыры ғой. Қашып кетті ғой. Келеді қазір, қашқан жоқ. Келмейді. Келе жатыр өзі. Ей. Ойбай, Басеке, не болды? Не болды, Басеке? Демалып жатырмын, не болды? Басеке, оқ дейді ма? Жоқ, тас дейді. Оқ дейді ғой міне. Ойбай, Басеке. Сендер де қорғасыңдар болады ғой бұлай. Көрмей қалдық қой енді. Мына қалтаны кеңейтіп қойыңдар дедім сендерге. Тапаншаны аламай қалдым бұлай. Басеке. Қалжыңды қойыңдар болды. Мен сендерді маусым ашардан бері сүйреп келе жатырмын. Иә. Шайдырманға араң әп келдік ау. Финалға дейін жеткізем сендерге, уәде берем. Премьер лиганың чемпионы боламыз, уәде берем мен сендерге. Жоғарғы лиганың чемпионы боламыз, уәде берем сендерге. Біраз уәде беріп ұстадыңыз ғой. Кет барадық қой, айта берейік та. Дәрігер! Дәрігер! Қаны кім? Қараңызшы, оқ дейді. Мынау ма? Мынау терісін сырып кеткен ғой, тұр орнынан. Кім ол, тұр орнынан. Бәсе жігіттер айтып еді, оқ дегенді шыдатпайды ол деп. Басеке, жаңа уәделер не болды? Мен сөзім қашанда күшінде, шолпан сағанда қатысы бар. Ойынымыздың соңын біз үшін сөйлейтін Дархан жауап береді. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Алматы экономика статистика академиясы. АЭС Алматы. Жігіттер қоштаспаймыз. АЭС Алматы командасы Алматы экономика және статистика академиясының ректоры Карбеков Валерий Анатольевичке алғыстарын білдіреді. Жалғастырайық. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті. Жаным Семей. Жаным, шығыс қыздарым. Жаным, қыздар қорама. Жаным, шығыс қыздарым. Сұлу, көрікті, әдемісің деген сөзді тек түсінде еститін қыздарыңыз келіп қалды. Қалайсың, Астана? Олай болса, шығыстың тұңғыш әзілқой қыздар өз ойындарын бастайды. Оба, хей, кеттік! Үндістанда қыздар осындай сөздер естісе де риза болады екен.
Епеса. Аяғымды бастың ғой, сиыр. Рахмет. Ағаш көркі жапырақ, адам көркі шүберек. Орталық саябақта. Бір арман. Транспорт жөнде орталығында, яғни СТО-да жұмыс істейтін ағамыз романтикалық кеште. Жаным, қараш қалай күшті. Анан қара, карбюратор. Жаным, анан қара, рычаг. Анан қара, май ақпаратор, арман тіле. Тіледім. Қой жаным, үйге барып ұйықтайық. Жігітке шабыт берсе, әр би кешінде осындай жағдайлар болады. Ғажайып көрініс. Біреу білсе, біреу білмейді. Сән, яғни моданың отаны Франция. Сән үлгісін қуып жүрген жастар жоғары буынды аға-апаларымыздың тарапынан қатал сын естуде. Мысалы, мына жыртық киімге қарап, ден дұрыс шалбарға ақшан жетпеді-ау деймін. Қызым-ау, мына белдемшеге мата жетпеді-ау деймін. Және ең жиі айтылатын сөздердің бірі, мына аяғыңа кигенің шалбар ма, жемпір ма? Сол адамдардың сөздерімен толық келісуге болады. Себебі нағыз Францияның көкесі дәл осы кезде болған. 1993 жыл көктем жаз киім үлгілері. Ерекше белгілері шолақ шалбар және мықтап ұстап тұратын тартылма. Аяздан қорғайтын тон. Ерекше белгілері тек қана көз көрініп, ешқашан жоғалмайтын фиалай. Таңғаларлықтай, себебі дәл сол тон ағасынан інісіне қалатын мұра. Және әр би кешінің көркі әрине спорттық киім. Осы киімдердің дизайнерлері мен демеушілері әрине ата-аналары. Өз ғажайып сәттері бар. Жаным құрамасының көзімен ғажайып сәт ол балалық кез. Нағыз балалық шақ бізде болды. Есіңде ме арайлатқан жастық шақтың таңы? Есіңде ме бірден киініп жүретін бәрі? Өкінбейміз, өткеніме жоқ ешкім кінәлі. Бал ерекпіз әлі, тосын келді заманның жаңасы. Есіңде ме сол армандар, есіңде ме сол бір жылдар? Әкеден
Сіздермен болған нағыз әзіл мен нағыз қазақ қыздарының намысын қорғап жүрген Жан. Жаным қыздар құрамасы Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің ректоры Әмірбеков Шәріпбек Ағабайұлына алғыстарын айтады. Және соңғы командаға кезек береміз. Атырау облысы, Құлсары қаласы, Кулштадт. Жалынды жастар, әзілді бастар, күлдіреді нағыз достар. Жайдармандамыз, ғажайып сәт, жанды дауыспен біз Кулштадт. Кулштадтты сахнадан көріппісің. Назарың бізге бұрсын демеушіміз. Өнердің жанашырлары құда-құдаға, жеңмен нағашылары жайдарман. Жастардың таңдауы, ауадай қажет бізге халықтың қолдауы. Сүйкімді қыздарға Кулштадттан сәлем жолдауы. Пам-парам-пам, асқатқан балдарың. Ой, Кулштадт алға. Кемші ғане шалдарың, артып кетсек ренжімең, стилі сондай. Әуен бітті осымен, әзіліміз дайын. Дәтілай! Ойынымызды көріністен бастаймыз. Біздің жігіттер жайдарман ойнап бастағалы көптеген қыздармен танысып, көптеген қыздармен кездесіп жүр. Сонымен Кулштадт бір қыздың үйінің алдына көлікпен келіп тұр. Жігіттер, Гүлдананың үйі қайсы? Мынау ғой. Мына үйі ғой міне. Қоңырау шалып жіберейін. Қазір. Сенің нөмірің білмейді ғой? Жоқ, білмейді. Так. Алло, Гүлдана? Алло. Сәлем, қалайсың? Кім екен мынау? Сенмен танысуға ма? Болмайды менімен танысуға, түсін ба? Кімсің сен? Жаның танымай қалдың ба не? Не ойнап тұрсың, жақсы сауыл. Гүлдана, мен ғой, мен. Кімсің енді? Человек-паук. Құрғыр, не ойнап тұрсың, кімсің сен? Жүрегім мен Дарханмын ғой. Жайжанов? Я. Құдай жер, қалайсың жан? Есік алдына шықшы, келіп тұрмын ғой. Кеттің, бұт. Мен қазір сөйлесіп жүрейін де шығып бәді. Жан, қалайсың? Кетші жынды, мен сен сүйініп атсам. Шан, неге алсың басыңа? Шан. Тыртайып неге бағансың? Қой Шан. Мен киімінде шаруам болмасын. Тұрхан, қойшы, қытырың келеді, қойшы. Свитсок киіп атты құрсы. Бот, қойшы, Тұрхан, келші, қытырың келеді, кетшіктен. Какасын сен, келші. Қалайсың, Гүлдана? Кім ана құрсын аша шатқан? Не болды анам танымай? Көре алмайсың ба не? Кімсің? Көре алмайсың, жары жағың. Ту, боялған жоқпын мен, Дархан, айтшы, өшір деп. Жаным, келші. Көрінбейсің ғой? Көрінбейсің ғой. Көріндік бермесе көрінбейтін қыздарымыз ғой. Не ма? Өзің көрінбейсің ғой? Қой жүрім ғой, осы Астанадан келгенімізде 2 күн болды. Сендер Астана барып келгенсіңдер ғой, да? Мен сендер естіватым, мә, күшті бірінші орын өтіп келсіңдер. Тағы да барып келіңдер Астанаға, құттықтаймын, не айтайын, денсаулықтарың мықты болсын дейсің. Осылай қоп кеткен дейсің. Келші. Гүлдана, рахмет саған көп-көп. Бізді құттықтап атсың, денсаулық мықты болсын деп атсың, рахмет. Жігіттердің атынан да рахмет. Бірақ мен бір таң қалғаным да, Гүлдана. Сен үйден шықпайтын едің, біздің Астанаға барып бірінші орынмен өтіп келгеніміз қайдан естіп қалдың? Қайдан естіп қалдың? Үй құрсымнан ұзын құлақтарыман болсын. Ғажайып сәттердің бірі ол қаладан ауылға қыз келгенде. Қаладан ауылға қыз келсе, ауылдың жігіттері сол қыз үшін бір күн бұрын тартысқа түседі екен. Қаладан келетін Айгүл біздікі. Біздікі? Неге? Өткені біз мұндай өнерімізбен сындырып аламыз. Қандай? Мұндай, кеттік. Қаладан келетін Айгүл біздікі. Қаладан келетін Айгүл біздікі. Қаладан келетін Айгүл біздікі.
База жоқ сендердікі. Қазақ эстрадасында Қарақат пен Қыдырәлі, Тоқтар мен Бейбіт сияқты керемет дуэттер бар. Сол сияқты жастардың арасында кеңінен тараған қазақша рэп ішінде де дуэттер бар екен. Сонымен бір ауылдағы қазақша рэп концерті белгісіз бір бала мен қыздың дуэті. Қазақша рэп тыңдармандар, назарда MC Қылқан және менің жаным Алтынай шапалақ бар ма? Бұл әнді Алтынай екеуміз барша ғашықтарға арнаймыз. Әуеннің аты Құлпынайым. Кеттік. Кеттік онда. Алтынайым, Құлпынайым, мен сені сүйемін. Сен де мені сүйесің, мен оны білемін. Сабақта отырсам да өзіңді ойлаймын. Осы әнімді өзіңе арнаймын. Алтынайым, Құлпынайым, мені шын сүйсең, дәлелдеші жаным. Бір, екі. Жаным, я тебя люблю, ты мой Алтынай. Ты мой чеснок, я твой Құлпынай. Докажу, руку покажу. Эту руку твою в сердце положу. Құлпынайым, бірге болайық мәңгі. Құлпынайым, бірге болайық мәңгі. Құлпынайым, бірге болайық мәңгі. Рахмет. Достар, өмірде ғажайып сәттер көп. Ал нағыз қазақтар үшін ғажайып сәттің бірі, ол қазақ жерінде қазақтар бір-бірімен тек қана қазақ тілінде ғана сөйлескені. Ғажайып сәттеріміз көп болсын. Құлшылар. Қазақ ұлттың ағасы араласты бұл сайысқа. Тіліңді бұрмаламай, өз-өзіңді сайыста. Ашыланба жайыста, бірақ та ұмытпақ. Осындай мүмкіндік барда тіліңді ұлықтақ. Қазақ тіл, ол біздің бай тіл. Тіліміздің байлығына теңелетін қай тіл. Жайдарман, қазақ тілін насихаттайды. Бұл сөзімді Есен аға растайды. Дәл солай. Құлшат командасы Құлсары қаласының іскер азаматтарына, оның ішінде транс мекемесінің бастығы Қабдеш мырзаға, Атырау сауда мекемесінің бастығы Балжігіт мырзаға, сондай-ақ Атаба сауда орталығына өз алғыстарын білдіреді. Сайыс аяқталды. Командалар ортаға. Жоғары бал Жетіпбай. Темір жол Тарландар Астана. 6-5-5-5-6. Біз қазақпыз, екі бас тұз. 7-5-5-6-6. Жастар, Аягөз. Тол Жетіпбай. Абзал жандар Ақтөбе. 6-5-6-5-6. Алғабасар, Жуалы, Жамбыл облысы. 7-7-6-7-7. Тұңғыш Астана. Тол Жетіпбай. Шымкент жастар құрамасы. 6-5-5-6-6. Аграрка Астана. 7-6-7-6-6. Айса Алматы. 7-7-6-7-7. Жаным Семей. 7-6-7-6-7. Кулштадт. Атырау облысы. 7-7-7-6-7. Бүгінгі сайыс туралы Дархан Османов, Альянс.
Рахмет, Есен ағам. Кешар құрметті көрермендер және де ұлттық арнаның көрермендері. Бүгінгі ойын тамаша болды, маған ұнады. Өткен аптада болған бірінші топтың ойында болдым. Бүгінгі ойын сол ойыннан бір сатты артық жақсы өтті десем артық кетпестім. Бүгін ерекше ұнаған сайыс, мысалы, көрініс сайысы барлық командалар мықты болды. Рахмет, Жайдарман жасай берсін. Жәнібек Жанқараев. Кеш жарық достар. Мен қазір қарап отырсам, жалғыз өзім бір командаға 6 көтеріппін, қалған бәрі 7 көтеріпті. Ол соңғы Күлштат командасы. Күлштат командасына мен 7 көтеретін едім актеркасы үшін, жаңағы ойнағандар үшін. Бірақ жуалдағыдай мен астарлы ойы бар әзіл естіген жоқ, өкінішке орай. Қыздарға мен әрдайым 7 көтеретін едім, өгізі бойдағы едім. Бірақ сонда да рахмет, көңілді жақсы көтеріңіздер, жастық шақты жақсы еске түсіріңіздер. Жалпы ойынға келетін болсақ, керемет ойын болды. Рахмет, шақырып тұрыңыздар. Нұрмахан Мұханұлы. Қайырлы кеш. Негізі жаңағы әділқазылар көбінесе бірінші топ пен екінші топ салыстырып жатады. Мен керісінше премьер-лиганы жоғары лиганың командаларымен салыстырар едім. Яғни жоғары лиганың командалары, егер залда отырған болса, міне осы премьер-лиганың командаларынан жаңашылдықты, тақырып таңдауды, ізденімпаздықты осы командалардың үйрену керек. Барлық жағынан саяси әзілдерсіз ақ сапалы әзіл ойнауды осы қыз жігіттер көрсете білді. Көп рахмет. Өзің премьер-лигада жетістікке жеткеннен кейін премьер-лиганың сөзін сөйлеп жатырсыз. Иә, бір емес екі рет. Иә, жақсы. Ал, жоғары лига. Асылхан. Жоғары лигада не жамандық көрдіңіз? Әлде қандай. Іштен алмайды бірақ. Дегенмен жігіттер, шынымен күлдік, осылай халыққа әрқашан шынайы күлкі сіздермен біздер сыйлай білсек, алда уақытта Жайдарман елбасымыз қарайтындай ойынға жетеді деп ойлаймын өз басым. Бар жанарды жаулаған Жайдарман жасай берсін. Жұмағұл. Рүстемелжан. Кешар достар, қазір ойын біткеннен кейін, ертең осы теледидардан көргеннен кейін ғаламтор жүйелерінде неше түрлі әңгіме кетеді, халық аузына да әңгіме кетеді, анау мықты, мынау өту керек еді, мынау өткен дұрыс болды, мынау өтпеу керек еді, неге мынау өтіп кетті деп. Қандай да бір әңгіме болмасын, естеріңізде сақтаңыздар. Сіздердің осы сахнада тұрып 5 минут ойнаған үшін, 5 минуттық ойын үшін сіздердің бәлен-бәлген қобалжып дайындықтарың сол әңгіменің біреуіне де татымайды. Ешқандай әңгімені тыңдамаңыздар. Барлықтарыңызда мықтысыздар, барлықтарыңызда Жайдарманның жұлдызысыздар. Рахмет. Қорытынды. Жалпы бүгінгі 11 командадан 6 команда тікелей жартылай финалға жолдамалады. Өткен сайысымызда 6 команда жолдама алуға тиіс еді. Алайда 5-ші, 6-шы және 7-ші командалардың ұпай сандары бірдей болып қалды. Оны қазылар алқасына жүктеген болатынбыз, қай команданы келесі сайысқа жолдама алатыны туралы. Бүгінгі сайыста 6 команда жолдамалады және қорытындысын оны қазылар алқасы қазір шешімі бойынша айтуға тиіс. Теміржол тарландары 5,4. Абзал жандар және Шымкент жастар құрамасы 5,6. Біз қазақпыз 5,8. Аграк Астана 6,4. Ал енді жартылай финалға жолдама алған командалар. Жаным Семей 6,6. Кулштат, Айса Алматы, Алғабасар 6,8. Және жастар Аягөз, Тұңғыш Астана 7 ұпай. Ақылдасасыздар ма? Ұзақ ойландық.
Әлде шешімге келе алмай жатырмыз ба? Қорқыт дұрыс қой. Менде ұсыныс бар. Тыңдай алсаңыздар. Сіздің ұсынысты бір тыңдап алайық. Мына жақта шешім бір шығарып қойдық. Ғажайып сәт. Қазір бізде 10 команда, 6,4 жинаған 4 командында жартылай финалға жолдама берсек. Ғажайып сәт қой. Қалай ойлайсыздар? Демек ол жартылай финалды біз 2 топты 7 командадан ойнайды ғой, иә? Демек онда жартылай финалға тағы да жолдама алған командалар АПК Ақорда, Алашұлдары Семей, Байдың балалары Шымкент және де Аграрка Астана. Бұл енді жоғарғы лига емес, премьер лигада жастар ойнауға тиіс, сондықтан да бұл ғажайып сәттің бірі болды деуге болады. Қымбатты достар, баршаңызға рахмет. Жайдарманның жайдары сайыстанда жолыққанша аман сау болыңыздар.